ұбт-ға дайындық, математика сауаттылық бірінші сабақ. Бірінші сабақта математика сауаттылықтағы тестте келіп жатқан әртүрлі есептерді қарастыратын боламыз, және сол есептердің мүмкінділігінше жеңіл оңай шығару жолдарымен шығаратын боламыз. Ендеше бірінші есептен бастайық. Суретте Вен диаграммасында Q рационал сандар жиыны және Z бүтін сандар жиыны бейнеленген дөңгелектің боялған бөлігі қай жиынға тиісті дейді. Енді қарап тұрсаңыздар, жалпы үлкен шеңберді қарасақ, біз үлкен шеңбер Q рационал сандар жиыны екен. Рационал сандар дегеніміз бүтін сандардан және де бөлшек сандардан тұрады. Бүтін сандар бізде Z деген әріппен белгіленген, және де бөлшек рационал сандар жиынынан тұрады екен. Енді қарап тұрсаңыздар, рационал сандардың ішіне бүтін сандар енгізіп қойған, енді қалған көк түсті боялған бөлік, демек ол бөлшек рационал сандар жиыны деген сөз. Бұл бізде D вариантында екен. Енді бөлшек рационал сандар деген жаңа 2-ден 1, 4-тен 3 немесе 7-тен 3 деген сияқты. Келесі екінші есебіміз, текше түріндегі аквариумның 4-тен 3-не су құйылған, үстінен 5 литр су құйса асып кетеді, 4 литр су құйса толмайды. Аквариумның сыйымдылығы литр мен қай аралықта екенін тап дейді. Жалпыны аквариум деп қарастырайық. Соны 4 бөлікке бөлген екен. Соның 3 бөлігінде су толтырылған. Қалған 4-тен 1 бөлігі, жалпы 4 бөлікке бөлген, соның ішінде 1 бөлігінде су құйылмаған. Жалпы біз аквариумның сыйымдылығы қанша екенін білмейміз, яғни x деп ала салайық. Енді 4-тен 1 x деп қарастырып жатыр. Осы 1 бөлігіне 4 литр су құйса жетпей қалады екен, ал 5 литр су құйса асып кетеді екен. Жалпы аквариумның сыйымдылығын анықтау үшін, енді барлығына 4-тен 1-ден құтылу үшін барлығын 4-ке көбейтеміз. 4-ті 4-ке көбейтсек 16, 4-тен 1-ді 4-ке көбейтсек, яғни 1 қалады, яғни x қалады бұл жерде. 5-ті 4-ке көбейтсек 20 екен. Енді x деген таптық, бұл аквариумның сыйымдылығы 16 мен 20 литрдің арасында екен. Келесі үшінші есебіміз, 3-тің квадратының 3-ші дәрежесінің мәнін табыңыз дейді. 3-тің квадратының кубын анықтау керек. Енді бұны есепті шығару үшін үстінен бастап шығарамыз, яғни дәрежеден бастап. 2-нің 3 дәрежесі бізге 8-ге тең, яғни 3-тің 8 дәрежесі болады демек. 2-нің 3 дәрежесі дегеніміз 2 көбейту 2, яғни 2-ні өз-өзіне 3 рет көбейтесің деген сөз. Енді 3-тің 8 дәрежесін анықтау үшін 3-ті өз-өзіне 8 рет көбейту керек. Немесе жаңа дәреже, көрсеткіш дәреже формуласы бар ғой. 3-тің 4 дәрежесі, соны квадрат деп қарастырсақ болады екен. 3-тің 4 дәрежесі бізге тең болады 81-ге. Осыны 81-дің квадрат бізде 6561-ге тең болады екен. Бұл бізде D вариантында. Келесі 4-ші есебіміз, 3-тің 0 дәрежесінің квадрат дейді. Яғни 0-ден кез келген дәрежесі әрқашанда 0-ге тең болады. Демек 3-тің 0 дәрежесін анықтаусын, енді кез келген санның 0 дәрежесі ол 1-ге тең болады екен. Бұл бізде D вариантында екен. Келесі 5-ші есебіміз, төменде берілген фигураның ауданын табуға арналған өрнекті көрсет дейді. Енді 2 фигура берілген, қарап тұрсаңыздар, бірінші фигура бізде тіктөртбұрыш, екінші фигура бізде тікбұрышты үшбұрыш екен. Енді бірінші тіктөртбұрыштың ауданын табу үшін ені мен ұзындығын көбейтеміз. Ені бізде V, ұзындығы A, яғни A көбейтілген V. Енді екінші фигураның ауданын табу үшін мына ұзындығы A-ға тең, мына жағы да A-ға тең еді ғой. Енді екінші тіктөртбұрышты үшбұрышты анықтау үшін оны да ұзындығын еніне көбейтеміз. Мынаны қараңыздар, жалпы тіктөртбұрышты үшбұрышты фигураны толықтыратын болсақ, тіктөртбұрыш шығады. Біз соның жартысын алып жатырмық. Жаңа тіктөртбұрыштың ауданы формуласы қандай еді? Ұзындығы мен енін көбейтеміз, яғни ұзындығы A, ені С еді. Бұны анықтау үшін A-ға көбейтеміз с-ны. Біз соның жартысын алып жатыр, яғни бұның жартысын алу үшін 2-ге бөлу керек екен. Сонда тікбұрышты үшбұрыштың формуласы шығады. Енді жалпы басында берілген фигураның ауданын анықтау үшін енді екеуінің ауданын қоссақ жеткілікті екен. Яғни A көбейтеміз V, бұған қосамыз, 0,5 деп алуға болады, яғни A көбейтілген S. Бұл бізде A вариантында екен. Келесі 6-ші есебіміз, периметрі мен ауданының сандық мәні тең болатын шаршының қабырғасының ұзындығы дейді. Жалпы шаршының қабырғасының ұзындығын анықтау керек екен. Осының мысал қабырғасын 3 болатын болсақ, осының периметрінде ауданында тапсақ, бір-біріне сандық мәні тең болу керек екен. Мысалы қазір қабырғасын 3 болатын болсам, периметрін анықтау үшін периметрдің формасы 4a еді, ал ауданның формасы a квадрат еді. Енді қазір қабырғасын 3 болып жатырмын, 4-ке 3-ті көбейтсем 12, 3-тің квадраты a-ның квадраты деген сөз. 3-тің квадраты бізге 9. Екеуінің сандық мәні тең болмай қалды. Бізге екеуінің сандық біреу 12, біреу 9.
бізге екеуі де бірдей мән шығу керек. Енді бұл үшін варианттар арқылы жұмыс жасасақ болады. Енді 3 деген келмейді, енді 4 дегенді қойып көрейік. Өсту ретімен қоя берейік. Енді қабырғасы 4 деп қарастыратын болсақ, периметрін анықтайтын болсақ, 4 көбейтілген а, яғни 4 көбейтеміз, қабырғасы 4-ке тең, 4-ке. Бұл тең болады бізде 16-ға. Енді аудан анықтайтын болсақ, а квадрат. Қабырғасы бізге 4-ке тең, 4-тің квадрат бізге 16. Міне, периметр мен аудан бір-біріне сандық мәні тең болды, екеуі де 16-ға. Демек, қабырғасы 4 сантиметр деген сөз. Келесі 7-ші есебіміз. 4 таяқтың 8 ұшы бар. 4 таяқтың бізде жалпы 8 ұшы бар екен. 5 жарым таяқтың неше ұшы бар екен? Анықтаңыз дейді. Енді 5 таяқтың 10 ұшы бар, жарты таяқтың да 2 ұшы бар. Жалпы сонда 10-ға 2-ні қоса жалпы 12 ұшы бар екен. Бұл бізде Д вариантында. Келесі 8-ші есебіміз. Қорапта 18 моншақ жатыр, әрқайсысы 8 тастан. Осы моншақтардан әрқайсысында 6 тастан болатын қанша моншақ жасауға болады дейді. Жалпы бізде мынандай қорап ішінде 18 моншақ бар екен. Соның ішіне бір моншақта 8 тастан дейді. Яғни 8 тастан. Енді сол айтады, бір моншақта 6 тастан қылып жаңа қоятын болса, жалпы қанша моншақ шығады дейді. Яғни ол үшін анықтау үшін 18-ге 8-ді көбейтеміз де 6-ға бөлсек жеткілікті екен. 18-ді 6-ға бөлетін болсақ 3, 3-ке 8-ді көбейтсек бізге 24 екен. Демек 6 тастан болатын бізде 24 моншақ бар екен. Келесі 9-ші есеп. Спорт залында бірнеше доп жатыр. Олардың екеуінен басқасы футбол добы, екеуінен басқасы волейбол добы, екеуінен басқасы баскетбол добы. Спорт залында топтардың әр түрінен нешеуі бар дейді. Енді әр түрінен бір-біреуі деп қарастыратын болсақ, біреуі футбол, біреуі волейбол, біреуі баскетбол. Енді қараңыздар, мына екеуінен басқасы баскетбол, мына екеуінен басқасы футбол, одан кейін бізге мына екеуінен басқасы волейбол екен. Демек, әрқайсынан бір-бір үштіктен деген сөз. Бұл бізде Д вариантында екен. Келесі 11-ші есеп. Енді бізге арасында 10-ші есеп қалып кетті. Бұл 10-ші есеп арасында есептері сіздер үшін үй жұмысына беріп отыратын боламын. Келесі 11-ші есеп талдайтын боламыз. Отбасында 2 қыз бар. Олардың әрқайсысының 3 інісі бар. Отбасына ең аз болған жағдайда ең аз болғанда неше бала бар деген. Ең аз жағдайды қарастырамыз. Жалпы 2 қызды отбасының ең үлкен деп қарастырамыз. 3 інісін отбасына ең кіші деп қарастырамыз. Жалпы бізде 2 қыз, 3 бала болады екен. Жалпы бізде балалардың саны 3-ке 2-ні қоса жалпы 5 шығады екен. Бұл бізде С вариантында. Келесі 12-ші есеп. Отбасында 4 қыз бар. Олардың әрқайсысының 2 інісі бар. Отбасына ең аз болған жағдайда неше бала бар? Яғни 4-ке 2-ні қоссақ, бізге жалпы балалардың саны 6 шығады екен. Бұл бізде А вариантында. Келесі 13-ші есеп. Отбасында 5 ұл бала бар. 5 ұл бала бар. Олардың әрқайсысының бір қарындасы болса, отбасына ең аз болғанда неше бала бар дейді. Жаңағы бір қарындасы отбасының ең кенжесі ретінде қарастырамыз. Сонда 5-ке 1-ді қосатын болса, жалпы 6 бала шығады екен. Келесі 14-ші есеп. Сәуле деген қыздың ағалары сіңілілерінен 3 есе көп дейді. Сәуле ағалары сіңілілерінен 3 есе көп. Бір сіңілісі бар екен, ағаларының саны жалпы 3 екен. Сәуленің ағасы Мұраттың қарындастары қанша болса, інелері сонша. Отбасында неше бала бар дейді. Осында 3 баланың ең үлкені Мұрат екен. Қалған екеуінің атын білмейміз. Ең үлкені Мұрат деп қарастырамыз. Сонда бізде айтады, Мұраттың қарындастары қанша болса, інелері сонша дейді. Мұраттың бізде сонда 2 інісі, 2 қарындасы бар. Енді барлығы сәйкес келіп тұр. Демек, отбасында жалпы қанша бала бар дейді. Енді барлығын қосатын болсақ, бізде 5 бала шығады екен. Бұл бізде Д вариантында. Келесі 15-ші есеп. Самат пен Алтынай бір үйдің балалары. Және үйде олардан басқа да балалар бар. Саматтың неше ағасы болса, сонша қарындасы бар. Саматтың неше ағасы болса, сонша қарындасы бар. Ал Алтынайдың ағалары сіңілерінен 3 есе артық. Отбасында неше бала бар дейді. Енді жаңа Самат пен бірінші Самат, одан кейін Алтынай бар екен. Енді Алтынайдың бір сіңілісі бар. Ағаларының саны 3, тағы да 2 ағасы бар. Енді бізге айта, Саматтың неше ағасы болса, сонша қарындасы бар дейді. Енді мынау ортасында Самат еді, соның 2 ағасы бар. Және де 2 қарындасы бар. Енді барлығы сәйкес келіп тұр. Алтынайдың ағалары 3, сіңілісі 1. Ағалары сіңілісінен 3 есе көп дейді. Жалпы отбасында бізде
5 бала бар екен. 17-ші есеп. Ерболаттың әкесінің 5 баласы бар. Ерболат деген баланың, соның әкесінің 5 баласы бар екен. Біріншісі Марат, екіншісі Қанат, үшіншісі Мұрат, төртіншісі Талғат, бесіншісі әрине ол Ерболаттың өзі. Ол бізде да вариантында. 18-ші есеп. Рахметтің анасының 3 баласы бар. Біріншісі Қазан, екіншісі Қараша, үшіншісі кім? Үшіншісі әрине Рахмет. Бұл бізде да вариантында екен. 19-ші есеп. Қарттың 7 ұлы бар дейді. Қарттың 7 ұлы бар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ұлы бар. Олардың әрқайсысының 7 ұлы бар. Мына баласының 7 ұлы, мына баласының 7 ұлы, 7 ұлы бар, мынаның 7. 7, 7, 7, 7, 7. Жалпы барлық 7-лерді қоссақ, бұның барлығы қарттың немересі деген сөз. Жалпы қарттың 49 немересі бар екен. Ал қарттың әрбір немересінің, осы 49 немересінің 2 қызынан бар. Бір немересінің 2 қызынан бар екен. Қарттың неше шөбересі бар? Яғни 49-ды 2-ге көбейте саламыз, жалпы 98 шөбересі шығады. Бұл бізде С вариантында. Келесі 20-ші есеп. 160 центнер, сол сияқты 90, 100, 50, 40, 110. Массаларды ақ қағазда дөңгелек диаграммада кескіндеу үшін әртүрлі бояулар сәйкесінше сәйкестендіру керек екен тек қана. Ақ, қызыл, сары, көк, жасыл, қара пайдаланылды, қайсы бояу аз жұмсалғанын тап дейді. Енді қарап тұрсаңыздар, бірінші 160 центнер деген ол ақ түске келеді. Ең бірінші тұрған түс ақ. Екінші қызыл 90-ға, сары 100-ге, көк 50-ге, жасыл түс сәйкесінше 40-ға және қара түс 110-ға келеді. Осының үшін ең азы бізде 40 центнер, бұл бізге жасыл түске келеді екен. Демек А варианты. Келесі 22-ші есеп. Лифті бірінші қабаттан үшінші қабатқа 6 секундта көтеріледі. 9-шы қабаттан бірінші қабатқа түсу үшін қанша уақыт жұмсайтынын табыңыз дейді. Енді қараңыз, бірінші қабат, екінші қабат және де үшінші қабат. Бірінші қабаттан үшінші қабатқа 6 секунд уақыт жұмсаса, бір қабат көтерілу үшін қанша секунд уақыт жұмсайды? Енді бірінші қабаттан екінші қабатқа көтерілу үшін 3 секунд, екінші қабаттан үшінші қабатқа көтерілу үшін тағы да 3 секунд уақыт жұмсайды екен. Демек, әрбір қабатқа 3 секундтан. Енді бірінші қабатқа өзі уақыт жұмсамайды ғой. Жалпы осы 9-шы қабатқа көтерілгенше қанша қабат көтерілген? 9-ға көтерілгенше 8 рет көтеріледі жоғары қарап. Ал 9-шы қабаттан бірінші қабатқа түсу үшін 8 рет төмен түседі деген сөз. 8 қабат төмен түседі деген сөз. Енді бұл жерде әр қабатқа 3 секундтан жұмсайтын болса, демек 8-ді 3-ге көбейтеміз, бізде 24 секунд уақыт жұмсайды екен. Бұл бізде А вариантында. Келесі 23-ші есеп. Бір қатарда бір-бірінен 5 метр қашықтықта 16 ағаш отырғызған. 16 ағаш отырғызған, ара қашықтығы барлығы 5 метрден. Шеткі ағаштың жанында құдық орналасқан. Әр ағашты суару үшін бір шелек су қажет, бір ғана шелекпен барлық ағашты суаруға кететін жолды табыңыз дейді. Шеткі ағаштың жанында құдық орналасқан. Осы жерден бір шелек су аламыз да, бірінші ағашты суарамыз. Оны ешқандай ара қашықтығы жоқ, оны жүрмейміз. Одан кейін екінші ағаш суару үшін құдықтан су аламыз да бір шелекпен. Екінші ағашқа 5 метр жүріп барамыз. Суды құйып болғаннан кейін, қайттан келесі ағаш суару үшін қайттан құдыққа келеміз. 5 метр қайттан келеміз. Жалпы біз соны екінші ағаш суаруға бізге 10 метр ара қашықтық жүрдік. Одан кейін үшінші ағашты суару үшін тағы үшінші ағаш суару үшін 5-5-тен 10 метр барамыз. 10 метр қайттан құдыққа келеміз. Жалпы 20 метр жүреді екенбіз. Дәл сол сияқты заңдылық байқап тұрсыздар ма? 10, 20, келесі ағаш суару үшін 30, одан кейін 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 және де 150 метр қашықтық жүреді екенбіз. Ең соңғы ағаш суаруға 150 метр қашықтық жүреді екенбіз. Енді бізге айтқан жерде сұрақ қойған, барлық ағашты суаруға кететін жолды табыңыз дейді. Ол үшін барлық ара қашықтықты қоссақ жеткілікті екен. Енді Гаусс деген әдісті пайдалана саламыз. 10-ға 150-ді қосамыз, 160, 20-ға 140-ды қосамыз, 160, 30-ға 130 қосамыз, 160, 40-ға 120-ді қосамыз, 160, 50-ге 110-ды қосамыз, 160, 60-ға 100-ді қосамыз, 160, 70-ге 90-ды қосамыз, 160. Жалпы 160-тан 7 үштік шықты.
Енді және ортасында 80 деген қалып кетті. Енді осыған 80-ді қоссақ болды екен. 160-ты 7-ге көбейтсек бізде шығады. 16-ны 7-ге көбейтсек 112. Сонда 1120. Бұған қосамыз 80-ді. Сонда бізде жалпы шығады 1200 метр екен. Бұл бізде А вариантында. Келесі 24-ші есеп. Саматтың үйі мен тоғанның арасын қосатын жолдың жиегінде 17 ағаш өседі дейді. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 және 17 ағаш. Самат олардың кейбіреулерін қызыл таспамен мына ережелерге сүйеніп белгіледі. Тоғанға бара жатып ол бірінші ағашты. Сонан соң әрбір келесі ағашты деді. 2 емес 3-ті, 4 емес 5-ті. Одан кейін 7-ні, 9-ды, 11-ді, 13-ті, 15-ті, 17-ні. Қызыл таспамен бояп шықты. Үйге қайтып келе жатып дейді. Енді мына боялмағандарды қарастырып жатыр. Қайтып келе жатып ол тағы да бірінші ағашты, бірінші тұрған 16. Сонан соң әрбір үшінші ағашты 14, 13 емес, одан кейінгі 10, одан кейін 8, 6 емес, одан кейін 4. Осылай белгілеп шықты. Белгіленбей қалған ағаштардың саны табыңыз. Бізде 2, 6, 8, 12 және 14 белгілеме. Жалпы 5 ағаш белгілеме. Бұл бізде С вариантында екен. Келесі 25-ші есеп. 24 спортшы дөңгелек үстелді айнала бір-бірінен бірдей ара қашықтықта отыр. Олардың отырған орындары бойынша 1-ден 24-ке дейінгі номерленген 9-шы спортшыға қарсы отырған спортшының номерін анықтаңыз дейді. Енді қараңыздар, жалпы дөңгелек столда 24 адам отыр. Соның ішінде мына жерде 9-шы номерлі спортшы отыр дейік. Мына жерде 9-шы номерлі спортшы. Соған қарама қарсы отқан спортшының номерін анықтауымыз керек. Жалпы бізде 24 адамдар екен. Және 9-шы спортшы және оған қарама қарсы отқан бір спортшы. Осы екеуін 24 спортшыны азайтып тастайтын болсақ, бізде 22 спортшы қалады. Осы 22 спортшының 2-ге бөлетін болсақ, бізге шығады 11 шығады екен. Осы 11 спортшы 9-шы номерлі спортшының оң жағында орналасқан, қалған 11-і сол жағында орналасқан. Келісетін шығарсыздар. Енді бізге қарама-қарсы спортшыны анықтау үшін 9-шы номерлі спортшыға 11 спортшыны жалпы қосамыз, сонда бізде 20 деген сан шығады. Бұл 20-шы номерлі спортшы деген сөз. Бұл 20-шы номерлі спортшы 9-шы номерлі спортшыға қарама-қарсы отқан спортшының алдында орналасқан. Сонда келесі спортшы, яғни 9-ға қарама-қарсы, ол 21-ші спортшы деген сөз. Бұл бізде С вариантында. Келесі 27-ші есеп. Мұғалім оқушыларды дөңгелек столға отырғызып, 1-ден 36-ға дейінгі номерледі. Нөмері 5-ші оқушыға қарама-қарсы отырған оқушының нөмерін тапты. Дәл осылай. Дөңгелек столда 36 адам бар екен. Соның ішінде 5-ші нөмерге қарама-қарсы отырған адамды анықтауымыз керек. Ол үшін жалпы 36-тан осы 2 спортшыны азайтып тастаймыз, 34 қалады. Сол 34-ті бөлеміз 2-ге. Сонда 17 шығады. Осы 5-ші спортшының оң жағында 17 адам отыр, сол жағында 17 адам отыр. Енді 5-ге 17-ні қоссақ, бізге 22 шығады. Сонда қарама-қарсы 5-ге қарама-қарсы отқан спортшының алдында 22-ші номерлі спортшы отыр. Сонда келесі спортшы 23-ші номері деген сөз. Демек, дұрыс варианты Д. Келесі 28-ші есеп. Бір енені 8 бөлікке бөлу үшін неше рет кесу керек? Бір ағаш. Бір ағашты 2 бөлікке бөлу үшін 1 рет кесеміз. Осы ағашты 3 бөлікке бөлу үшін, яғни 2 рет кесеміз. Демек, 8 бөлікке бөлу үшін біз 7 рет кеседі екенбіз. Бұл бізде Д вариантында. Енді 29-ші есеп. Ағаш кесуші ағашты 3 бөлікке бөлу үшін. Ағаш 3 бөлікке бөлу үшін 150 теңге. 3 бөлікке бөлу үшін бізге 2 рет кессек жеткілікті екен. 1, 2. Сонда 3-ке бөлінеді. Сонда 1 рет қырқу үшін бізге 75 теңге деген сөз. 2 рет бөлетін болсақ, 2 рет қырқатын болсақ, 150 теңге ақшамыз кетеді. Ағашты 11 бөлікке бөлу үшін төленетін ақшаны тап. Енді ағашты 11 бөлікке бөлу үшін 10 рет кессек жеткілікті екен. Енді 1 рет кескен 75 теңге, сонда 10 рет кескен, яғни 10-ды 75-ке көбейтеміз, бізге 750 шығады екен. Бұл бізде Д вариантында. Келесі 30-ші есеп.
Жаңа үй салып жатқан ақ айдардың 7 бөренесі бар. Олардың әрқайсысын 5-ке бөлу керек. 5-ке бөлу үшін данадай бір ағашты 4 рет қырсақ жеткілікті екен. Ол өзінің өткір тістері бар арасымен бөренені бір жерден кесу үшін 1,5 минут уақыт жібереді. Барлық жұмысқа оның қанша уақыты кететінін тап дейді. Жалпы 7 бөрене бар екен. Жалпы 7. Соның бір бөренесін қарастырып жатырқан. Бір бөренені 5-ке бөлу үшін 4 рет қырқа деген. 1, 2, 3, 4 рет қырқсақ. Енді бір бөренені 4 рет қырқамыз 5-ке бөлінеді. Сол сияқты бізге 7 бөрене бар. Бұл барлығын неше рет қырқу табу үшін бізге 4-ке 7-ні көбейтеміз. Жалпы 28 рет қырқады екенбіз. Енді бір рет қырққанға 1,5 минут уақыт жұмсайтын болсақ, сонда 28 рет кескенге қанша минут уақыт жұмсаймыз? Ол үшін 28-ді біз 1,5 минутқа көбейтеміз. Сонда бізге шығады жалпы 42 минут екен. Бұл бізде Д вариантында. Келесі енді 31-ші есеп. Екі бала бөренені 2 бөлікке бөлгенде 4 минут уақыт жұмсайды. Екі бала бөренені 2 бөлікке бөлу үшін 2 рет бөлу үшін 1 рет қырқу керек. 1 рет қырқса 4 минут уақыт жұмсайды екен. 6 метр бөренені 1 метрлік шөркелерге бөлетін уақытты тап дейді. Енді 6 метр 1 метрден бөлу үшін 5 рет қырқады деген сөз. Енді 1 қырққанға 4 минут уақыт жұмсаса, 5 рет қырққанға қанша минут уақыт жұмсайды? Яғни 5-ке 4-ке өтеміз, бізге 20 минут шығады екен. Бұл бізде Д вариантында. Келесі 32-ші есебіміз. Қыс мезгіліне отын дайындау үшін ұзындығы 2 метрге тең 15 бөрене алынды. Әрбір бөренені ұзындығы 25 сантиметрге тең бөліктерге бөлу керек жалпы. Отын дайындау үшін барлық бөренені неше рет кесу керектігін анықтаңыз дейді. Енді жалпы 200 метр дегеніміз сол, 2 метр дегеніміз сол 200 сантиметр деген сөз. Бір бөрененің ұзындығы бізге 200 сантиметр. Осыны 25 сантиметр бөренеге бөлу үшін 225-ке бөлеміз, бізге шығады 8. 8 бөлікке бөлу үшін біз 7 рет қырқады екенбіз. 7 рет қырқамыз. Соны дәл осындай 15 бөренені неше рет қырқамыз деп сұрап жатыр. Ол үшін біз 15-те 7-ге көбейтсек жеткілікті екен. 15-те 7-ге көбейтсек бізге 105 шығады. 105 рет қырқсақ жеткілікті екен. Бұл бізде Д вариантында. Келесі 34-ші есеп. Меңзерлері қозғалып кеткен таразыдағы қарбыздардың салмағы 3 килограмм және 4 килограмм. Бірақ оларды бір таразыға салғанда 8 килограмм көрсетті. Қарбыздардың салмақтарын табыңыз дейді. Енді бір таразыға салғанда 8 килограмм көрсетті деді. Демек, мына екеуінің қосындысы 8-ге тең болатын мәнін анықтау керек екен. Бұл бізде Е варианты. Яғни 3,5-ға 4,5 қоссақ бізге шығады 8. Қалған мәндерді тексеріп көрсеңіздер 8 килограмм шықпайды екен. Келесі енді 35-ші есеп. Көшірме машинасында суретті көшіру барысында Дәурен суреттің түп нұсқасын 2 рет 3 есеге үлкейтті. Сосын 3 рет 2 есеге кішірейтті. Сурет көшірмесі суреттің түп нұсқасымен салыстырғанда қалай өзгерді дейді. Енді бұл жерде ешқандай мән берілмеген, демек кез келген санды ала береміз деген сөз. Енді бізге анау Дәурен суреттің түп нұсқасын дейді. Түп нұсқасы қайсы? Міне түп нұсқасын. Түп нұсқасын 2 рет 3 есеге үлкейтті. Басында 2 деп алсақ, түп нұсқасын 2 рет 3 есеге үлкейтті. Демек 2 рет 3-ке көбейтті деген сөз. Сондағы мәні бізге шығады 2, 3-ті 6, 6-ны 3-ге бөлсек 18 шығады екен. Басына түп нұсқа 2 деп алған едік. Сосын осы мәнді 18-і 3 рет 2 есеге кішірейтті. Осыны 3 рет 2 есеге кішірейтті дейді. Демек, 3 рет 2 есеге кішірейтті деген сөз 2-ге 3 рет бөлді деген сөз. Яғни 2-ге осыны 3 рет бөлеміз. 18 2-ге бөлсек 9, 9-ды 2-ге бөлсек 4,5, 4,5-ды 2-ге бөлетін болсақ, бізге шығады 2,25. Енді бізге осыны салыстыр дейді. Суреттің көшірмесі сонда 2,25 болды. Суреттің түп нұсқасы басында 2 еді. Енді екеуін салыстырсақ, демек А бағаны үлкен деген сөз. Бұл бізде В вариантында. Келесі 36-ші есеп. Бөлменің әр бұрышында, бөлменің әр бұрышында бір мысықтан, ал әр мысыққа қарама қарсы 3 мысықтан отырғаны белгілі. Бөлмеде барлығы қанша мысық? Бөлмеде жалпы 4 мысық.
мына бұрышқа қарама қарсы мынау үшеуі, мына бұрышқа мынау үшеуі, дәл осылай әр бұрышқа үшеуден қарама қарсы отыр. Демек бөлмеде жалпы 4 мысық бар деген сөз. Келесі 37-ші есеп. Бір кісі өмірін әлемдік саяхатпен өткізгісі келеді де әйеліне өсиет қалдырды. Егер ұлым дүниеге келсе, оған мүлкімнің 3-тен 2 бөлігін. Ұлы дүниеге келсе, 3-тен 2 бөлігін. Ал анасына 3-тен 1 бөлігін. Анасына 3-тен 1 бөлігін. Ал қыз болатын болса, оған 3-тен 1 бөлігін. Ал анасына 3-тен 2 бөлігін беремін деді. Алайда оның әйелі ұл мен қыз егіз босанды. Бұл үшеуіне мүлікті өсиеттің шарты жуықтап бөліп, қалай бөліп беруге болады дейді. Енді қарасаңыздар басында. Ұлы дүниеге келсе 3-тен 2 бөлігін, анасына 3-тен 1 бөлігін беретін еді. Ал қызы дүниеге келсе, қызына 3-тен 1 бөлігін, ал анасына 3-тен 2 бөлігін береді екен. Алайда ұлы мен қызы дүниеге келді, ұл да қыз да дүниеге келді. Бұл үшеуіне мүлікті қалай бөліп беретінін біз анықтауымыз керек. Енді басында ұлы дүниеге келгенде 3-тен 2 бөлігін беретін еді. Яғни анасына қарағанда 2 есе көп беретін еді. Ұл дүниеге келсе. Ал қызы дүниеге келсе, қызына қарағанда анасына 2 есе көп беретін еді. Енді демек, ұлы анасынан 2 есе үлкен болу керек, ал анасы қызынан 2 есе үлкен болу керек. Енді дәл осындай варианттарды қарастырамыз. Анасына 5-тен 2 бөлік, ұлына 5-тен 3 бөлік дейді. Жоқ. 5-тен 2-ні 2-ге көбейтетін болсақ, 5-тен 4 шығады. Соны ұлына 5-тен 4-ін беруге. Демек, А варианты қате деген сөз. Келесі В варианты. Мүліктің 5-тен 1 бөлігі анасына, ұлына 5-тен 3 бөлігі. Жоқ, 5-тен 1 бөлігі анасына, ұлына, яғни 5-тен 1-ді 2-ге көбейтетін болсақ, 5-тен 2 шығу керек. Демек, В варианты да қате деген сөз. Келесі С варианты. Мүліктің 7-тен 2 бөлігі анасына, ал 7-тен 4 бөлігі ұлына дейді. Мына сәйкес келеді екен. 7-тен 2 бөлігі анасына. Осыны 2-ге көбейтетін болсақ, 7-тен 4 бөлік шығады. Мен ұлына 7-тен 4 бөлігі дейді. Ал қызына 7-тен 1 бөлігін береді екен. Қызына 7-тен 1 бөлігі, анасына 7-тен 2 бөлігі, ұлына 7-тен 4 бөлігі. Қызына қарағанда анасы 2 есе үлкен, анасына қарағанда ұлы 2 есе үлкен. Барлығы сәйкес келіп тұр. Демек, С варианты дұрыс деген сөз. Келесі 38-ші есеп. Бір отбасы қараңғы түнде көпірден өтпекші болды. Көпірден әкесі 1 минутта, шешесі 2 минутта, ұлы 5 минутта, ал атасы 10 минутта өтеді. Көпір 2-ден артық адамды көтермейтіндігі және оларда бір ғана жарық шам бар екені белгілі. Бұл отбасы көпірден ең аз дегенде неше минутта өтеді. Ең азын табу үшін, ең аз тез кім өтеді, сол адамды ұстап аламыз да, сонымен бірге барлық адамды өткізетін боламыз. Яғни бірінші қарастырайық, ең азы мен үлкен, атасын әкесі алып өтеді. 10 минут уақыт жұмсайды. Одан кейін әкесі қайттан көпірдің екінші бетіне келеді, 1 минут уақыт жұмсайды. Келесі бетке өту үшін енді ұлына өтеді. Ұлына өту үшін 5 минут уақыт жұмсайды. Ұлы 5 минутта жетеді ғой. Енді қайттан келу үшін көпірдің екінші бетіне анасын алып келу үшін қайттан 1 минут уақыт жүріп келеді. Енді анасын алу үшін 2 минут уақыт жұмсайды екен. Бізде сұрап жатыр, барлығы қанша минут уақыт кетті деген. Енді 10-ға 1-ді қоссақ 11, оған 5-ті қоссақ 16, 1-ді қоссақ бізде шығады 17, 2-ні қоссақ жалпы 19 минут уақыт жұмсайды екен. Бірақ бұл есепті қарап тұрсаңдар, әкесінің екінші бетке барғанын есептемеген, жалпы сонда бізде 17 минут деп қарастырған. Бұл есептің варианттарын жауап арқылы тексергенде жауабы 17 шыққан еді. Демек дұрыс варианты 17 деп аламыз. Сонда әкесінің көпірдің келесі бетіне өткен уақытын алмайды екенбіз. Келесі 39-шы есеп. Егер y-гіміз 7-тен 5-тен үлкен, 7-тен 6-тан кіші болатын болса, онда төмендегі сандардың қайсысы y-тің мәні бола алатын табыңыз дейді. 7-тен 4 бола алмайды, 14-тен 11. Ол үшін 14-тен 11 болу үшін барлық бөлігін 2-ге көбейтеміз. Мынаны да 2-ге, мынаны 2-ге, 7-тен 5-те екеуін 2-ге көбейтеміз. 7-тен 6-та екеуін 2-ге көбейтеміз. Сонда бізде шығады 7-тен 10, және де 14-тен 10, және де 14-тен 12 шығады екен. Демек, бұл вариант сәйкес келеді екен, екі жағында 2-ге көбейттік. Сонда бізде 14-тен 10 және 14-тен 12 шықты. Демек, y-гіміз екеуінің ортасында екен. Ол 14-тен 11-ге тең. Демек, дұрыс вариант В деген сөз. Келесі 40-шы есеп. Жанып тұрған шырақтың ұзындығы 14 см. Әрбір сағат сайын оның ұзындығы, шырақтың ұзындығы 2 сантиметрге кеми береді әрбір сағат сайын.
шырақ ұзындығының жану уақытын тәуелділік формуласын табыңыз. Өте оңай екен бұл есебі. Енді біз әрбір сағат сайын болатын болса 2 метр, яғни 2n алынып отырады деген сөз. Бұл бізде В вариантында. Келесі 41-ші есеп. 1 килограммы А теңгеден 4 килограмм пияздың, 1 килограмм В теңгеден 3 килограмм сәбіздің және 1 килограммы С теңгеден 2 килограмм картоптың құны неше теңге болса, 5 килограмм капустаның құны сонша теңге. 1 килограмм капустаның бағасын әріпті өрнек түрінде жазыңыз дейді. Анықтауымыз керек екен. Енді 1 килограмм А теңге тұратын болса, 4 килограммы қанша теңге тұрады ол? 4А тұрады, яғни. Теңгесін жаңа килограммға көбейте саламыз. 1 килограмм В теңге тұратын болса, демек 3 килограммы 3В тұрады. Дәл осында 1 килограммы С теңге тұратын болса, 2 килограммы бізде 2 С тұрады екен. Енді осының барлығын ақшасын есептесек, 5 килограмм капустаның құнына тең болады екен. Демек, бұның барлығын жеке-жеке 5-ке бөлеміз деген сөз. 4А-ны 5-ке бөлетін болсақ, бізге 0,8А шығады. 3В-ны 5-ке бөлетін болсақ, бізге шығады 0,6В. 2-сіні 5-ке бөлетін болсақ, бізге шығады қанша? 0,4С. Бұл бізде В вариантында екен. Келесі 42-ші есеп. Қағаз орамасында оның ұзындығы 10 плюс-минус 0,5 метр екендігі жазылған. Осы шарт бойынша орама ұзындығына төмендегі жауаптардың қайсысы сәйкес келмейтінін анықтаңыз дейді. Бізге сәйкес келмейтінін анықтауымыз керек екен. Енді бірінші плюс-минус деген сөз бірінші қосамыз, одан кейін азайтамыз. Сол екеуінің де мәні қабылданады деген сөз. Енді 10-ға 0,5 қоссақ 10,5 шығады. Азайтатын болсақ бізге 9,95 шығады екен. Енді осы аралықтағы сандардың барлығы осының арасында тиісті. Қалған сандар тиісті емес деген сөз. Бұл бізге 9,98 екеуінің арасында тиісті. 9,92 тиісті емес. 10,1 тиісті. 10,4 тиісті. 10 тиісті. Дұрыс вариантты В деген сөз. Келесі 43-ші есеп. Төмендегі мәлімет бойынша мирастың әкесінің мирастың әкесі Дастан, әкесінің ағасы, ол әкесінің ағасы Матай, Матайдың атасының дейді. Матайдың әкесі Назар, оның атасы Достан. Сол атасының ағасы дейді. Осы атасының әкесі Достанның әкесі Жантай, ал ағасы Дархан дейді. Сол ағасының баласы кім болады? Баласы сол Сайран. Ол бізде В вариантында. 44-ші есеп. Квадраттық функцияның графигі бойынша А коэффициенті мен дискриминанттың таңбаларын табыңыз дейді. Енді қазір бізде берілген графиктің парабола ғой. Енді параболаның тармақтары төмен қарап тұратын болса, онда алдына коэффициенті 0-ден кіші деген сөз. Ал тармақтары жоғары қарап тұратын болса, онда коэффициенті 0-ден үлкен деген сөз. Қазір тармақтары төмен қарап тұр, демек бізде коэффициент А деген коэффициент 0-ден кіші. Және де қарап тұрсаңыздар, X өсінде осы параболамыз 2 рет қиып өткен. Демек дискриминантта қай уақытта 2 мәні шығады? Дискриминант 0-ден үлкен болған жағдайда. А кіші 0-ден, ал дискриминант 0-ден үлкен деген жауаптарды қарайтын боламыз. Бұл бізде сәйкесінше Д варианты екен. Келесі 45-ші есеп. Суретте қандай теңсіздіктің шешімі бейнеленген? Теңсіздікке қараймыз, -1 мен 3 аралығында қанағаттандырып тұр екен. Енді мынаны естеріңізге сала кетейік, ол 5-6 сыныпта өткен тақырып. Егер теңсіздіктің таңбалары үлкен немесе кіші болып тұратын болса, онда оған жай жақша қойылады. Ол координаталық сәуледе сандар белгіленгенде ол сандар боялмайды. Дәл осында егер қатаң таңбасы қойылса, боялмайды. Қатаң емес болса, үлкен немесе тең, кіші немесе тең болатын болса, онда мұндай таңбаларға бізге тік жақша қойылады. Және ол координаталық сәуледе ондай сандар бізде тиісті болып, яғни енеді, боялады. Енді қарап тұрсаңыздар, -1 мен 3 екеуі де боялып тұр. Демек болса, ол қатаң емес деген сөз, яғни үлкен немесе тең, кіші немесе тең деген варианттарды қарастырамыз. Ол бізде қарап тұрсаңыздар, С және Д вариантты екен. Үлкен немесе тең, кіші немесе тең болып тұр. Және де варианттар арқылы жұмыс жасап жатыр қазір. Және де бізде қарап -1 мен 3-тің арасы қанағаттандырып тұр екен. Енді демек -1 мен 3-тің арасына кез келген санды теңсіздікке қоя аламыз деген сөз.
Минус 1 мен 3-ің арасында бізде 0 бар, 1 бар, 2 бар. Осында ең оңайсы 0. 0-ді алып қоя салып, міне С вариантында. 0-дің x орнына 0-ді қойып жатырық. 0-дің квадраты азайтамыз 2 көбейтілген 0, азайтамыз 3, осы үлкен немесе тең болу керек 0-ден. Мұның бәрін есептейтін болсақ, минус 3 шығады. Минус 3 еш уақытта 0-ден үлкен бола алмайды. Демек, С варианты қате деген сөз. Тек қана дұрыс вариант Д варианты. Тексеріп көре салайық. 0-дің квадраты азайтамыз 2 көбейтілген 0, минус 3. Осы кіші немесе тең болады 0-ден. Мынаны есептейтін болсақ, минус 3 барлығы. Осы минус 3 0-ден кіші немесе тең. Қанағаттандырады. Демек, дұрыс вариант Д. Келесі 46-шы есеп. Төмендегі аралықтардың қиылысуының жауабын қос теңсіздік түрінде тап дейді. Қос теңсіздік дегеніміз екі рет бойылған аралықты алатын болса, енді екі рет бойылған аралықты мен сіздерге бірден көрсете салайын. Міне екі координатты сөйлем екеуін біріктіретін болсақ, міне екі рет бойылған аралықты анықтап алды. Енді ортасына аралық 0 екен. Координатасы 0-дің оң жағында бізде 1 бар, сол жағында минус 1 бар. Дәл сол сияқты 0-дің оң екінші координаталық сәуледе 0-дің оң жағында 1, сол жағында минус 1 бар. Енді осы минус пен 1 аралығы бізде екі рет боялып тұр. Енді екеуінің арасында жауаптарына бәрін қарайтын болса, екеуінің аралықтарын бізде x деп алған. Енді осы жерде x-іміз бізде, қараңыздар, мына жер боялып тұрған, үшінші координаталық сәуледе боялып тұр. Сол себепті бізде x-іміз минус 1-ден үлкен болады. Яғни қатаң емес деген таңба қойылады. Екінші координаталық сәуледе бізде біріміз боялмаған, сол себепті бізге қатаң деген таңба қойылады. Сонда біздің x-іміз минус 1-ден үлкен немесе тең, ал 1-ден кіші екен. Ол бізде Д вариантында. Келесі есебіміз 48-ші есеп. 5 балаға 3 қызыл және 4 көк қалпақты көрсетеді. Қараңғыда 3 қызыл және 2 көк қалпақты балалардың бастарына кигізеді. Қалған қалпақтар жасырылады. Жарық жағылған кезде балалардың қайсылары өз бастарындағы қалпақтың түсін көрмей ақ табады дейді. Енді 3 қызыл қалпаққа қарағанда 2 көк қалпақ киген бала өздерінің бастарына қалпақтарын түсін көрмей ақ табады екен. Бұл бізде В вариантында. 2 көк қалпақ киген балалар. Келесі 49-ші есеп. Берілген қосынды неше миллиметрге тең дейді. Енді 1 дециметрде бізде қанша сантиметр болады? 10 сантиметр. Ал 1 сантиметрде қанша миллиметр? 10 миллиметр болады екен. Енді қазір осыларды пайдаланамыз. Біз бірінші 5-тен 3 деген дециметрді сантиметрге айналдырсын, біз 10-ға көбейтеміз. Осы сантиметрге айналдырамыз. Оған қосамыз 2-ден 1 сантиметрді. Енді 5 пен 10 қысқарып мынаған 2-ден, мынаған 1-ден. Енді 3-ке 2-ні көбейтетін болсақ 6 сантиметр шығады. Оған қосамыз 2-ден 1 дегенде біз 0,5 сантиметр деп алуға болады екен. Енді 6-ға 0,5 қосатын болсақ 6,5 сантиметр шығады. 1 сантиметрде 10 миллиметр бар. Енді 6,5 сантиметрді миллиметрге айналдыру үшін 10-ға көбейтеді екенбіз. Сонда бізде шығады 65 миллиметр. Бұл бізде Д вариантында. Келесі 50-ші есеп. Bir бактерия секундына 2 есе көбейеді. Бірінші секундта 1 бактерия. Бірінші секундта 1 бактерия. Екінші секундта 2 бактерия. Үшінші секундта 4 бактерия. Бірінші секундта 1 бактерия. Екінші секундта 2 бактерия. Үшінші секундта уже 4 бактерия. Төртінші секундта надан 4-2 көбейтетін болса, уже 8 бактерия көбейіп кете береді екен. Дәл осы жалғаса береді. 1 минутта бактериялар 1 банканы толтырса. Бір банка, осыны 1 минутта толтырса, сол банканың жартысын қанша уақытта толтырады дейді. Енді жақсылап мұқият тыңдаңыздар. Жалпы 59 секундта бактериялар көбейіп, банканың жартысын толтырды деп қарастыратын болсақ. Жартысын толтырып қарастыратын болсақ. Осы 59 секундта көбейген бактериялар келесі 1 секундта бәрі бірден 2 есеге көбейтетін болсақ, екінші жартысын толтырады екен. Сонда банканың жартысын 59 секундта толтырады, келесі 1 секундта барлығы бірден көбейіп, екінші бөлігін, екінші жартысын толтырады екен. Сонда бізге жартысын сұрап жатыр, сонда жартысын бізге 59 секундта толтырады екен. Келесі 51-ші есеп. Сыныптағы 25 оқушы әрбір айда кем дегенде 2 рет туған күнін атап өтеді. Туған күні бір айда болатын ең көп оқушының санын атайды. Бізде жалпы 25 оқушы бар.
Енді әрбір айда дейді жалпы 12 айға. Осы 12 айда бізде 2 баладан 24 оқушыны орналастырып шығатын болсақ, әрбір айда 2 туылған күн болады екен. Енді 25-ші болып бір оқушы қалып кетті. Осы бір оқушыны осы 12 айдың кез келген бір айына орналастыратын болсақ, сонда ең көп дегенде бір айда 3 оқушының туылған күні болады екен. Бұл бізде А вариантында. Келесі 52-ші есеп. Мектепте 400 оқушы бар. 400 оқушы бар. Жылдың 29 ақпанынан басқа әрбір күнде кемінде бір оқушының туылған күні болады. Туылған күні бір күнге келуі мүмкін ең көп оқушылар санын тап дейді. Енді жалпы бір жылда бізде 366 күн бар. Соның ішіндегі 29 ақпанынан басқа десе, демек 365 күнді қарастырамыз. Осы 400 оқушыны 365 күнде әрбір күнінде туылған күн болатын болса, онда 365 оқушының туылған күнін 365 күнге бөліп тастаймыз. Сонда 400-ден 365 азайтатын болсақ, бізде 35 оқушы қалады. 35 оқушының пока бізде туылған күні болып жатқан жоқ. Қазір осыларды орналастырамыз. Қалған 365 оқушыны 365 күнге туылған күн әрбір бір күнмен орналастырды. Енді бізге туылған күні бір күнге келуі мүмкін ең көп оқушылар санын табыңыз дейді. Енді осы ең көп жағдайды қарастыру үшін осы 35 оқушыны бір айға кез келген күніне орналастыра саламыз. Сонда бір айда ең көп дегенде жаңағы әрбір күнде бізде бір оқушының туылған күні болып жатыр еді. Соған 35 оқушыны қосатын болсақ, сонда бізде ең көп дегенде 36 оқушының бір күнге туылған күні келуі мүмкін екен. Бұл бізде Д вариантында. Осымен біздің бүгінгі жалпы бірінші сабақтағы барлық есептерді қарастырдық. Осымен сабағымыз аяқталды. Қазір сіздерге осы өткен әртүрлі есептерге байланысты арасында қалып кеткен есептер үй тапсырмасы ретінде берілетін болады.